Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 122-ші сабағымен танысамыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану бекіту. Ұлы жазушылар. Бірінші тапсырма. Жауаптары бірдей өрнектерді тап, сонда сен ұлы жазушылар қай елде өмір сүріп, қандай ертегілер жазған білетін боласың. Бірінші өздерін шығарып көріңдер. Шығарып болсаңдар, тексеріңдер. Екінші тапсырма есепте. Бірінші өздерін шығарып көріңдер, сосын тексересіңдер. Ал шығарып болсаңдар, тексеріңдер. Үшінші тапсырма салыстыр. Бірінші өздерін орындап көріңдер, сосын тексереміз. Ал қанеки орындап болсақ, тексеріңдер. Төртінші тапсырма кестені пайдалана отырып тура теңдіктер мен теңсіздіктер құр. Неге мен құраған теңдіктерім 720 бөлу 2 тең 120 көбейтілген 3. 1000 азайту 20, 856 қосу 24, екеуі де тең. Ал теңсіздіктерім осындай. 850 бөлінген 5, 125 қосу 635. 125 қосу 635 артық. 450 көбейту 2, 565 азайту 326. 450 көбейту 2 артық. Бесінші тапсырма есептерді шығар. Асы. Болатта 800 теңге бар. Ол 245 теңгеден 3 ертегілер кітабын сатып алды. Болатта қанша теңге қалды? Шешуі 3 көбейтілген 245 тең 735, 800 азайту 735 тең 65. Әсі. 456 теңгеден 2 кітап және ол кітаптарға 88 теңгеден бет белгілер сатып алу үшін қанша теңге қажет? Шешуі 456 көбейтілген 2 тең 912, 88 көбейту 2 тең 176, 912 қосылған 176 тең 1088. Алтыншы тапсырма төмендегі есептің қысқаша жазылуын толықтыр. Сол бойынша жанама сұрақпен 2 түрлі есеп құрастыр. Алтыншы тапсырманы осылай орындайсыңдар. Асан 12 бет, бұл 3 есе кем. Дариға белгісіз неше бет, барлығы неше бет. Шешуі 12 көбейту 3-тен 36, сонда Дариға 36 бет оқыды. Енді барлығын табу үшін 36-ға 12-ні қосамыз, болады 48 бет. Жауабы Дариға 36 бет оқыды, барлығы 48 бет. Жетінші тапсырма есепте. 17 сантиметр көбейтілген 4 тең болады 68 сантиметр, 147 сағат бөлінген 3 тең болады 49 сағат, 102 килограмм көбейтілген 2 тең болады 204 килограмм, 17 килограмм көбейтілген 4 тең болады 68 килограмм, 64 минут бөлінген 2 тең болады 32 минут, 420 метр бөлінген 2 тең болады 211 метр. Сегізінші тапсырма. Көбейтін терімділік және ауыстырымдылық қасиетін пайдалана отырып есепте. Сегізінші тапсырманы осылай орындайсыңдар. Тоғызыншы тапсырма. Әртүрлі екі тіктөртбұрыштың аудандары бірдей 360 см квадрат. Олардың қабырғаларының ұзындықтары қанша болуы мүмкін? Мен сендерге бірнеше нұсқаны жазып қойдым. Бірақ бұл барлығы емес, себебі 360-ға бөлінетін тағы да көптеген сандар бар. Оларды өздерін жазып көріңдер. 10-ші тапсырма. Қызыл телбекті қыздың себетінде онан кем бәліш бар. Оларды теңде 2-ге немесе 3-ке бөлуге бола ма? Себетте қанша бәліш бар? Ал қанеки ойланып көріңдер, сосын тексересіңдер. Ойланып болсаңдар, жауабын айтам. Жауабы себетте 6 бәліш бар. Бүгінгі сабақ аяқталды, сау болыңыздар.